Lisa-ның ағылшыны қандай? Бұл Мағжан Советбек, мен ағылшын үйретемін, осы парақшаға жазылып қой. Бүгінгі талдау ерекше болады, себебі Lisa-ның екі түрлі ағылшыны бар. Lisa-ның ағылшынын зерттей бастағанымда көзіме алдымен Болгариға берген сұхбаты түсті. I was amazed by the beautiful Roman architecture. Ол сұхбаттағы ағылшыны керемет. Күрделі грамматика. I was blessed to have had the chance to go to Rome for the first time for Bulgaria's campaign shoot. Advanced сөздер. Romantic villa that overlooked the city of Rome, the balance of classic and contemporary. Болды, Lisa-ның деңгейі C2 деп енді айтайын дегенде көзіме басқа сұхбаты түсті. When the music video release, Сөйтсе, Lisa дайындықсыз сөйлегенде кейде кәріс тілін араластырып сөйлейді. Just 다 좋아하긴 하는데 the one that I like is the I don't know. Сөйлемдері көбінесе қарапайым, кейде өзін қайталайды. hard for me to trying to do Грамматикалық қателері де кездеседі. I never have a chance to met her in person. Yep. I do the record for money. Right. Her shows. I'm tearing. I'm like, oh my god. Бірақ соның өзінде айтылымы мінсіз. I can imagine me singing on the stage with this song already. Қорытынды, Lisa-ның шынайы деңгейі upper intermediate IELTS-та шамамен 6,5 алушы еді. Айтпақшы, 18-19 сәуір мен ағылшын үйренгісі келетіндердің 7 қателігі атты тегін вебинарын өткіземін. Оған қатысу үшін менің профилімдегі сілтемеден өтіңіз, тіркелу толықтай тегін. Сол күні кездескенше.